Сізде сақтандыру шығындары сияқты тұру керек қой. Сонда сіз жаңағыдай күтпеген тосын сыйларға дайын боласыз да, кәсібіңізде сондай бір қиындықтарға төтеп беретін мүмкіндігіңіз болады. Жалпы шығындарға қатысты айтып отырмыз. Енді отбасылық шығындарда да категория бөлінеді. Сіздің әрқайсыңыздың өзіңіздің отбасыңыздың кірісі бар, шығыны бар. Оны да ең дұрысы осылай сызған дұрыс екен да, бір парақты алып немесе өзіңізге заметкаларыңызға қойып, қандай табыстарыңыз сіздің бар, қай жерлерден сізге табыс келіп тұр. Ол мысалға нақты сіздің еңбек ақыңыз бар, немесе бір бонус арқылы келетін табыстарыңыз бар, бір жобалардан келетін табысыңыз бар. Болмаса жаңағындай көрімдік келді, басқа келді, сыйлық келді дегендей табыстың бәрін тіртіп жазып қою керек. Пара деген болмайды ғой. Ол қалай болды ол? Пара деген қалай болды ол? Жоқ достар, параны кіргізбейік, пара деген болмасын. Қайта онымен күресейік. Бізге қазақтың жаңа байлары керек. Ол қазақтың жаңа байлары деген ұғымға тоқталатын болса, ол кім? Ол ең бірінші кезекте адал азамат. Ол ең бірінші кезекте сөзінде тұратын азамат. Ол ең бірінші кезекте ісі мен сөзі сәйкес келетін азамат. Мен ойлаймын, осы тауға шығып жүрген азаматтар, ол ісі мен сөзімен сәйкес келетін азаматтар. Өйткені өз ісінде нақты көрсетіп жатыр. Қалай өмір сүру керек, қалай таңды аттыру керек, қалай жүру керек дегендей. Яғни өзімен нақты күресіп жүрген азаматтар. Сондықтан да дәл сіздердің араларыңыздан нақты қазақтың бүгінгі жаңа байлары шығады. Солай достар. Сосын жауапкершілік ала білу. Өзі үшін, отбасы үшін, ағайындары мен достары үшін, және қоғам үшін, халық үшін белгілі дәрежеде жауапкершілікті ала білу. Ал осы жауапкершілік бізді өсіреді, бізді үлкен азамат жасайды. Және сіздің алдыңызға қоятын мақсат мұратыңыз қандай? Егер биік мақсат мұрат қоя алсаңыз, онда сіздің демек адам ретінде, тұлға ретінде өсуіңіз де жоғары болады. Сол мақсатқа қарай ұмтылу керекпіз. Әл-Фараби бабамыз айтқан екен, адам деген биік мақсат қою керек. Сонда биік мақсат адамды үлкен белестерге жеткізеді. Мен ағам айтатын, мақсаттың алдыңа мақсатты биікке қой депші, өтте биікке. Құлашыңды алысқа қарай сермей бер дейді. Шамаңа қара деп кейбіреулер айтады ғой. Енді дұрыс, ол да. Бірақ екінші жағы бар. Егер сен мына жаққа ұмтылсаң, солай болады. Бірақ мына биікке ұмтылсаң, сен мына жерге келуің мүмкінсің. Мына шыңға жетпесең де, сен өз биігіңдегі адамсың да. Сондықтан да сол азаматтар өзінің мақсат қойып, соған қарай ұмтыла беруіңіз керек. Және де жаңағы пайданың төңірегінде сондай нақты табыстарды өздеріңіз жазып қоясыздар. Оның түскен 10%-ын аласыз да жоқ деп есептеп, жинаққа аудара бересіздер. Кез келген түсімнен, тек қана еңбек ақыдан емес. Кейбір азаматтар, менің жаңағы тапқан жобадан түскен ақшам, давайте жігіттер жуайық дейді да, бәрін шашып тастайды. Мысалы, енді шаш, бірақ 10%-ын алда жоқ деп есептеп қой, сосын шаш. Жомарттық танытам десең, сосын таныт. Анау әрбір табыстан 10%-ды бөліп отыр. Солай болсын. Сосын барып, енді шығындар категориясы. Достар, шығындарды реттеу өте үлкен маңызды. Оның категориясы көп. Біз көп нәрсеге ақша құртамыз. Каспийдің өзіне кіріп қараңыздаршы, қайда сіз ақша құртпай жүрсіз? Жаңағы транспорттық шығындар бар, бензинге құртасыз, майын ауыстырасыз, ол бір бөлек. Одан бөлек жаңағы өзіңіздің отбасыңызға алып келетін азық-түлік шығындарыңыз, балаларыңыздың репетиторлығы, балабақшасы, тағы сол сияқты толып жатқан шығындар бар. Оның бәрін жазып шығу керек. Сонда сіз өзіңіздің Каспийдегі жай ғана анализ жасаңыз, Каспийді ашып алыңыз да, мен осы соңғы 2 айда қайда ақша құрттым? Бәрі жүгіртіп өтсеңіз, сосын оның бәрін топтастырсаңыз, мынау бензинге кетіп жатқан шығын. Аха, мен бензинге бір 40 мың құртады екенмін ай сайын. Мынау неге кетіп жатқан шығын? Аха, бұл мен ай сайын азық-түлікке осынша құртады екенбіз 100 мың. Мысалы, шартты түрде сөйтіп өзіңіз жазып шықсаңыз, сонда сіз көресіз. Соңғы 2 айды анализ жасайтын болсаңыз, қай жерде сіз дұрыс емес шығындар жасап отырсыз. Сосын соларды келесі айда болдырмауға тырысасыз. Сонда шығыныңызды оптимизациялау деген сол. Артық жерлерін алып тастап отырасыз. Ал табысыңызға фокус қоясыз. Табысыңызды керісінше ұлғайту керек. Так, менде 2-ақ қана табыс көзі отыр. Жотта болмайды. Енді бір басқа да табыс көздерін табу керек. Миды іске қосу керек деген мәселелер бар. Уақытымыз да тамамдалып қалыпты. Бүгінгі тақырыбымыз шығындар қатысты болды. Сондықтан шығын болмай кіріс келмейді. Біздің бүгін осында таңға шығып жүргеніміз, энергия жұмсап жатқанымыз, бұл да белгілі дәрежеде шығын. Бірақ соның есесінде біз үлкен бойымызға қуат аламыз, энергия аламыз. Сондықтан барлықтарыңызға табыс тілеймін. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Ай, тамаша. Ай, рахмет, бәрекелді. Ай, бәрекелді. Ассалаумағалейкум жігіттер. Саған бірінші айтып кетейін. Басында Айжан
Айжан бауырымыздың себебімен тауға шыққанбыз. Басында біз үшеу ғана едік. Нәжетбек деген досымыз келмей қапты. Айжан бауырымыз 100 қанша күн өзі жалғыз өзі шығып жүргенде жаңағы кеше бауырларым айтып жатырмын ғой. Себеп болған осы Айжан еді деп ше. Өйтіп үшеу едік. Ошақтың үш бұты болып сөйтіп жайлап келдік. Айтып бір 4 өсе болса сосын Мәкең ұстазымыз шақырдық. Бұл кісі тағы бір деңгейге көтеріп тастады. Жаңағы бәріңіз танисыздар ғой. Жаңағы адамдар көп келмей жатқан жігіттер бар. Сөйтіп жаңа кеше бауырлармен не қылып Мәкеңе бір орамал тон болмайды, жол болады деп бір шағын сыйлығымыз жасап қояйық деп, жаңағы ел ағасы деп. Сіздердің алдарыңызда кеше жігіттердің атынан осыны 16-ды күтіп жүрек, сол кеше ғана келіпті базарға. Соны балдармен сөйлесіп алып, осыны табыс етейік. Ей дейді. Жақсы, рахмет. Құрметті достар, бұл жиынымыз, бұл көңіліміз негізінде басқа мақсатта. Осылай сипатты жасап отырмыз. Негізінде кеше бір батыр азамат дүниеге келді. Ол Айжан бауырымыздың ұлды болып жатыр. Бауы берік болсын дейікші.